Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге өте ерекше әрі дәмді, қолжетімді заттардан ғана жасалатын мына салат түрін ұсынатын боламын. Алдағы жаңа жыл мерекесіне дәл осы салатты жасап, отбасыңызды қуантыңыз және де видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Алдымен бізге керегі етімізді ұзынша етіп, сосын кубиктеп, майда етіп турап аламыз. Еттің қай түрі болса да маңызды емес. Тауық еті, сиыр еті, жылқы еті өз қалауыңызша қолдансаңыз болады. Келесі кезекте піскен картоплымызды алып, картошкамызды да 4 бұрышты етіп, кубиктеп, майда етіп турап алатын боламыз. Қайнатылып піскен сәбізімізді де дәл солай ұзынша етіп тураймыз, сосын кубик етіп, 4 бұрышты майда етіп, барлығын турап алдын ала дайындап алатын боламыз. Жұмыртқаны қайнатып, алдын ала пісіріп, қабығын ашып, дәл осылай ағы мен сары бөлігін екіге бөліп, ажыратып алатын боламыз. Енді үкіштің көмегімен ең майда түрінен ағын бөлек, сарысын бөлек, дәл осылай видеодағыдай үкіштен өткізіп, жеке-жеке ыдысқа салып алатын боламыз. Келесі кезекте жүгерімізді дәл осындай дайындап аламыз. Сәбіз, картошка, жұмыртқа, ет, майонезімізді және тұзымызды дайындап алатын боламыз. Енді тарелкемізге арнайы ыдысымызға осындай ыдысты қолдансаңыздар да болады. Өз қалауларыңызша немесе арнайы форманы салып, соның үстіне қойсаңыздар да болады. Ең алдымен ең астыңғы бөлігіне етімізді саламыз. Жақсылап тығыздап, бетін майонез сеуіп, осылай видеодағыдай жасап шығатын боламыз. Және де менің каналымда көптеген салат түрлерінің рецептері бар. Міндетті түрде каналға тіркеліп, түрлі салат түрлерін жасап көрсеңіздер болады. Барлығы қолжетімді ғана заттардан жасалынады. Келесі кезекте еттен кейін піскен картошкамызды салып, оның үстіне кішкене тұз себеміз және де жақсылап майонез жағып, дәл осылай барлығын слой-слой етіп жасап шығатын боламыз. Сәбізімізді де дәл солай салып, бетін осындай қасығымызбен дәл осылай басып шығыңыздар. Егер баспайтын болсаңыздар, ол қатты арасы бос болып қалуы мүмкін, сондықтан тығыздап басып шыққандарыңыз дұрыс. Келесі кезекте жүгерімізді саламыз. Жүгеріні салып болғаннан соң, оның бетіне майонез сеуіп шығамыз және де келесі кезекте жұмыртқаның сарыуызын бетіне сеуіп шығатын боламыз. Сарыуыздың барлығын сеуіп болғаннан соң, ағуызды жаңа өткізген ақ бөлігін, жұмыртқаның ағын дәл осылай бетіне жақсылап тығыздап орналастырып шығатын боламыз. Сары бөлігіне де дәл осылай майонезімізді сеуіп шығамыз және ең жоғарғы бөлігіне, соңғы бөлігі жұмыртқаның ағын дәл осындай барлығын қойып шығатын боламыз. Ешқандай күтудің қажеті жоқ, ешқандай уақыт алмайды. Дәл осыны барлығын жасап болғаннан соң формамыздан алып шеше берсек болады. Өте күшті, дәмді болып шығады. Бетін өз қалауларыңызша әрлесеңіздер болады. Мен аскөкпен әрледім. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Міндетті түрде каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар.